Саламатсыздар ма, қымбатты оқушылар? Біз сіздерменен үндестік жағын жалғастырамыз. Өткен жолы сіздермен буын үндестігін өттік. Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшаларды өттік. Бүгін сіздермен дыбыс үндестігі туралы сөз қозғаймыз. Буын үндестігі сөздегі сөздің соңғы буыны жуан болса жуан, жіңішке болса жіңішке жалғанатын болса, дыбыс үндестігі мұнда жазылғандай сөз бен сөздің, түбір мен қосымшаның арасындағы қатар тұрған екі дыбыстың бір-біріне ықпал жасап өзіне ұқсатуы. Қайталап айтам. Сөз бен сөздің, түбір мен қосымшаның арасындағы қатар тұрған екі дыбыстың бір-біріне ықпал жасап өзіне ұқсатуы. Олар екі түрлі жолмен жасалады, ілгерінді және кейінді. Аттарда солай, ілгерінді ықпал және кейінді ықпал. Яғни айтқанда, алдыңғы дыбыс соңғы дыбысына әсер етсе, ілгерінді ықпал, соңғы дыбыс алдыңғы дыбысқа әсер етсе, ол атының өзінен белгілі болып тұр, кейінді ықпал. Ілгерінді ықпал, сөз бен сөздің, түбір мен қосымшаның арасындағы қатар тұрған екі дыбыстың алдыңғысының соңғысына ықпал жасап өзіне ұқсатуын. Мысалы, қашса, қашса. Ш дыбысы өзінен кейінгі тұрған сыға әсер етіп, айтылғанда қашша болып айтылады. Ішсін, ішшін. Айтпай, айтпай. Көп бала, көп бала. Қара көз, қара көз. Талды қорған, талды қорған. Міне осылар ілгерінді ықпал деп аталады. Мән беріп қараңыздар, естеріңізге сақтаңыздар. Енді қараңыз, үндестік заңы сақталған сөзді қараңыз дейді. Мынаның ішінде дұрысы қайсысы? Дұрыс, басқалары дұрыс емес, бірақ жауап дұрыс. Үндестік заңы сақталып тұрған сөз әрине кемелер деген сөз. Буыны да, дыбысы да ешқандай өзгеріссіз келіп тұр. Сонымен ілгерінді ықпал, алдыңғы дыбыстың соңғы дыбысқа ықпал жасап өзіне ұқсатуы. Бұл не үшін керек дейсіз? Айтылғанда ол қашша болып айтылу керек. Жазылғанда ол өзің дұрыс сөзі жазылу керек, қашса бол. Айтылғанда ол ішсін болып айтылады, жазылғанда ішсін болып жазылады. Біз айтылғанда ішсін деп айтпаймыз ғой. Немесе айтбай деп айтпаймыз, айтпай деп айтамыз. Бұл дұрыс айтылуы заңы, ал жазылуы, мынау дұрыс жазылуы заңы. Кейінді ықпал, сөз бен сөздің түбір мен қосымшаның арасындағы қатар тұрған екі дыбыстың соңғысының алдыңғысына ықпал жасап өзіне ұқсатуы. Стрелка қойылғанда соңғысынан алдына қарай қойылады. Жүрек, жүрегі, соңғы дыбысы кіге ықпал жасап, кіге айналдырып жібереді. Қасық, қасығы, мектеп, мектебім, тауып, тауып, 15, 15, келгенмін, келгенмін, жасса, көз сайын, көз сайын. С, қатаң, ұяң зыны өзіне ұқсатып, қатаңға айналдырып тұр. Соңғы дыбыстың алдыңғы дыбысқа әсер етуі кейінді ықпал деп аталады. Тоғыспалы ықпал. Қазір. Тапсырмалар. Сөз ішіндегі кейінді ықпалды табыңыз дейді. Тамшыдан тама-тама дария болар, терең құдықтың суы тәтті, көптің құрығысын, көп жүрген жер көңілді, сараңдық пен арамдық ағайындас. Қай сөзде кейінді ықпал бар? Қай сөзде кейінді ықпал бар? Әрине, жауабы дұрыс. Сараңдық пен арамдық ағайындас дегенде, мынау қ-ға айналып кетеді. Сараңдық пен арамдық ағайындас болып айтылғанда, ал жазылғанда қ қатаң қалпында сақталады. Тұтастай ілгерінді ықпалға бағынған сөйлемді табыңыз дейді. Тұтастай ілгерінді ықпалға қай сөйлемде ілгерінді ықпал тұтас алынып тұр? Мысалы, арықтың жілігі татымас, меніңше ешқандай өзгерісі жоқ. Тату үйдің тамағы тәтті, өзгерісі жоқ. Қымызы бар үйдің қызығы бар, өзгерісі жоқ. Жұмысы бағу еді, өзгерісі жоқ. Ал жауабында піл көтермегенді тіл көтереді дегенде
к айтылғанда г-ге айналады. Піл көтермегенді тіл көтереді. Көрдіңіз бе? Айтылуда г-ге айналды, а жазылғанда к қатаң к дыбысы сақталды. Үшінші тапсырманы көріңіз. Қосымша дауыстыдан басталғанда қай сөздің соңғы дыбысы ұяң дыбысқа айналмайды. Ұяң дыбысқа айналмайды. Біз мана мысал бердік қой. Жүрек, жүрегі өзгеріп кетті. Енді сіздер өзгермейтін сөзді іздеп көріңіздерші. Өзгермейтін сөзді. Қараңыз. Керек, керегі, серік, серігі, жерік, жерігі, ал көрік дегенге қоссаңыз, көрігі болмайды, көркі. Оның көркі тым сымбатты екен деп айтамыз. Келесі ықпалдың түрі тоғыспалық ықпал. Бұл сөз бен сөздің түбірмен қосымшаның арасындағы қатар тұрған екі дыбыстың бір-біріне ықпал жасап өзіне ұқсатуы. Қатар тұрған екі дыбыстың бір-біріне ықпал жасауы. Мысалы, дос-жан, с менен ж бір-біріне ықпал жасап айтылғанда ол дос-шам болады. Тас-жол, с, ж ықпал жасап айтылғанда тас-жол болады. Есен келді, н менен к бір-біріне ықпал етеді, айтылғанда есен келді болып өзгереді. К г-ге айналады, н н-ге айналады. Жан қожа айтылғанда жан қожа болады. Көрдіңіз бе? Бұл тоғыспалы ықпал, яғни түйісіп тұр деген сөз. Екі дыбыс бір-бірін түйісіп, бірін-бірі өзгертеді деген сөз. Қараңыз тапсырманы. Тоғыспалы ықпал табыңыз. Бірінші сөйлем. Қажымұқан жас кезінен күшті болған. Барлық басшы қарамағындағыларға жауапты. Тәрбиелі оқушылардың қатарына еш жанды жатады. Өнер оқу жастың қару-жарағы, шынар жылы шырай танытты. Бізге басқа ықпалдар емес, мұнда басқа ықпалдар да бар. Керегі тоғыспалы ықпал табу. Яғни, қатар тұрған екі дыбыстың бір-бірін өзгертіп өзіне ұқсатуы. Қай жауапта ол сөйлем кездеседі? Әрине, тәрбиелі оқушылардың қатарына еш жан да жатады деген сөйлемде с, ж тоғыспалы ықпалға жата заңдылығы бойынша айтылғанда еш жан болып айтылады. Енді мынау ықпалдарға тапсырманы қараңыз. Ықпалдар мен мысалдарды сәйкестендіріңіз. Сәл ойлануға тура келеді, бәлкім суретке түсіріп аларсыздар. Қазір таба алмасаңыздар, үйден тауып келіңіздер, келесі жолы оның жауабын тексеріп көреміз. Бүгінгі сабақта біз сіздермен кейінді және дыбыс үндестігін өттік. Дыбыс үндестігін дыбыс үндестігі дегеніміз сөз бен сөздің түбір мен қосымшаның арасындағы екі дыбыстың бір-біріне ықпал жасап өзін ұқсату екен. Оның екі түрі бар екен: ілгерінді ықпал және кейінді ықпал. Ілгерінді ықпал заңдылығы бойынша сөз бен сөздің түбір мен қосымшаның арасындағы қатар тұрған екі дыбыстың алдыңғысы соңғысын ықпал жасап өзін ұқсаттырып алады екен. Ал кейінді ықпал бойынша соңғысы алдыңғысын ықпал жасап өзін ұқсаттырады екен. Үшінші тоғыспалы ықпал бойынша екі дыбыс бір-біріне ықпал жасап өзіне ұқсатып алады екен. Үй тапсырмасы мынау ықпалдар мен мысалдарды сәйкестендіресіз. Қараңыз, бірінші сұрақ бойынша түбір мен қосымшаның арасындағы ілгерінді ықпал мына жауаптың қайсысында бар? Қайсысында бар? Мысалы, біреуіне көмектесейін, мына жауабы осыған келеді. Себебі ашсын айтқанда ашшын болады, қашса айтқанда қашша болады. Кітаптар деген қатаң сөзге, қатаң дыбысқа аяқталған сөзге қатаң дауыссыз дыбыстан басталған қосымша жалғанып тұр. Кітаптар болмайды, ол кітаптар болады. Міне бірменен әні сәйкестендіресіз. Ары қарай сіздер тауып көріңіздер. Бүгінгі сабақ осымен бітті. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.